Құрметті Петропавл қазақ-түрік лицейінің ұжымы, оқушылары және ата-аналары, сіздерді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл жаңа бақыт, жаңа табыс әкелсін. Аман болайық, бар болайық. Алыстағыларымыз жақыннан, жақындағыларымыз жүректерімізден табылсын. Ізгі ниетпен, Аян. Құрметті Петропавл қазақ-түрік лицейінің оқушылары, ұстаздары және ата-аналары, сіздерді келе жатқан жаңа 2017 жыл тауық жылымен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл табысты болсын сіздерге. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы құтты болсын. Қазақ хандығының 550 жылдығы құтты болсын. Осы лицейдің қабырғасынан білімді ұрпақтар көбірек шықсын. Кешегі бейімбет аталары сияқты тек қана қазақ даласына емес, алты алашқа мәшһүр болатындай білімді тұлғалар осы лицейдің қабырғасынан түлеп ұшуына тілектеспін. Ұстаздарға еңбектеріңіз ақталсын дегім келеді. Оқушылардың өмір жолы даңғыл болсын дегім келеді. Ата-аналарға осы өсіріп отырған ұл қыздарының қызығын көрсін дегім келеді. Осы қазақ-түрік лицейін бітірген түлектердің еңбегі бүкіл қазақ даласына мәлім болсын. Сіздерге тек қана табыс тілеймін. Ізгі ниетпен, Айнұр Тұрсынбаева. Құрметті Петропавл қаласының, Қызылжар қаласының қазақ-түрік лицейінің ұстаздары, ата-аналары, барша ұжымы, сіздерді жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық тілеймін, дендеріңізге саулық тілеймін. Әр істеген істеріңізге тек Алла береке берсін. Өсіріп отырған, тәрбиелеп отырған шәкірттеріңіз сіздердің еңбектеріңізді ақтасын. Менің өзімнің ұлым да қазақ-түрік лицейін бітірген, сондықтан сіздердегі білім өте жоғары деңгейде, мен оны жақсы білем. Ендеше сол деңгейлеріңізден, сол биіктеріңізден таймаңыздар. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Петропавл қаласындағы қазақ-түрік лицейінде оқып жатқан барша оқушыларды, ұстаздарды, ата-аналарды келіп жеткен 2017 тауық жылымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Қазақ-түрік лицейі мен үшін бөтен емес. Тұңғыш ұлым Бекболатым осы мектепте оқып дәріс алып жүр. Кішкентай ұлдарым Нұрорда балабақшасына барып жүр. Сондықтан да біз көп жылдар бойы қазақ-түрік лицейімен доспыз, біргеміз. Шын жүрегімнен құттықтаймын. Абырой беделдеріңіз арта берсін. Шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін, елімізге амандық, жерімізге тыныштық тілеймін. Оқуда озат болыңыздар, ата-аналарыңыз бен ұстаздарыңыздың ақ үмітін ақтаңыздар. Еліміздің беделді де абыройлы азаматтары болып өсіп, халқымыздың гүлденуіне, өсуіне, өркендеуіне өз үлестеріңізді қосасыздар деген сенім білдіремін. Шын жүректен мен, Қарақат Абизина, тағы да жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Басында жұлдыз айнала билеген ол қыз, жаса бер, жайна бер жаңа жыл.